Барлығыңызға сәлем. Бауырсақ кезет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры бір жасағаннан үлпілдеп жұп-жұмсақ болып көтеріліп шығатын асқабақтан жасалған тоқаштардың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін алдымен қамырын елеп аламын. Бір жұмыртқа және жылы сүт, біраз қасық қант, бір шай қасық тұз, біраз қасық ашытқы және бір шай қасық қопсытқыш салып араластырып аламын. Араластырып болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық май құйып тағы араластырамын. Енді ұнды 2 бөлікке бөле отырып қамырып аламын. Қамыр өте жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болу керек. Жұмсақ болып иленген қамырды 1,5-2 сағатқа күннің астына, мүмкіндік болса күн түсіп тұратын жерге терезенің алдына қойып қоямын. Менде қамыр 2 сағаттан кейін ашып шықты. Ол арада салмасын дайындадым. Асқабақты қырғыштан өткізіп болған тұз және қарабұрыш қостым. Егер қарабұрыш қосқыларыңыз келмесе, тәтті болған қаласаңыздар қант қосуға болады. Енді 2 сағаттан кейін қамырым ашып шықты. Оны алып 6 бөлікке бөліп аламын. 6 бөлікке бөліп алып, осындай видеода көрсетілгендей шар жасап 5 минут уақытқа бетін жауып демалдыруға алып қоямын. Бес минут уақыт өткеннен кейін қамырды алып жая бастаймын. Қамырдың формасы сопақша болу керек және ол тым жұқа болып кетпеу керек. Қамырдың жарты бөлігін осылайша ұзыншалап кесіп шығамын. Аралары 1 сантиметрдей. Енді кесілмеген бөлігін алып қайырып, шеттерін жабыстырып шығамын. Қатты жабыстырмаймын, жай ғана басып шықсақ болды. Ортасына 2 ас қасық салма салып, қайырып, асқабақ піскен кезде суы шығып кетпейтіндей жақсылап шабамын. Міне осындай 3 бұрыш әдемі формада болады. Тоқаштар барлық қамырды салманы сала отырып, осындай формаға келтіріп түйіп аламын. Түйіп болғаннан кейін тоқаштың үстіне сары уыз жағып, оны 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут аралығында пісіріп аламын. Тоқаштың шет-шеттерін осылай әрлесеңіздер болады. Менде бұл қуырылған күнжіт пен қара күнжіт араластырылған және ортасына кішкене ғана мак септім. Бұл жай ғана әсемдік үшін. Әсемдесеңіздер өздеріңіз болады. Және 35 минут аралығында менде тоқаштар қып-қызыл болып жұмсақ, ішіндегі асқабақтың сокі шығып, өте дәмді болып пісіп шықты. Бұл тоқаштар өте дәмді болып пісті. Осындай суық күнде сүтті қара қою шаймен сырттан келген кісіге дастарханға тартсаңыз, бұл нағыз тойымды осындай тоқаш болады және сіздің отбасыңыздағы жандарға барлығына ұнайды деген сенімдемін. Осы рецепт сіздерге жаққан болса, лайк басып каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.